Сәлеметсіздер ме? Қазақ ертегілері тышқан мен жылан. Бір тышқан тамақ аулап ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман қорқып, қуып шығаруға батпай, ақыл сұрай, өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады. Ақылды тышқандар жиылысып отырып, кеңесін айтыпты. Сен онды тастап, өзгені қазып ал. Жылан сенің ініңді тартып алғаны әділдік емес. Бірақ оған қылар еш айла жоқ. Оған тиіп не қыласын? Мазасын ала берсең, өзіңді жеп қояды. Оған ештеңе қыла алмайсың. Тышқан бейшара қайғырса да үндемей қойыпты. Бірақ қалай кегін алуды ойлайды. Бір күні сейілдеп келе жатса, інінің аузында жыланның күн шуақта жылынып жатқанын көріпті. Жанында бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан барып, оның мұрнын тістеп алып, жыланға қарай тұра ашыпты. Кісі оянып, тұра қуады. Қараса, алдында жатқан жыланды көреді. Тышқаннан мұның зияны көбірек болған соң, кісі жыланды өлтіруге алданып қалыпты да, тышқанды қоя беріпті. Сөйтіп, кегі қайтқан тышқан өз ініне келіп тұрыпты.